Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біздің каналымызда математика бірінші сынып, бірінші сабақ. Тақырыбымыз заттарды санау, 10-ға дейін санауды үйренесің деп жазылған балалар. Бірінші тапсырма: суреттегі заттарды сана, неше сөзін пайдаланып, сурет бойынша сұрақтар құрастыр. Сонымен балалар, суретімізде неше тарелка бар? Балалардың алдында 6 тарелка берілген, неше стакан бар? Балалардың алдында 5 стакан және бір бала стаканымен су ішіп отыр, яғни суретте 6 стакан бар. Неше сан ілініп тұр? Балалардың жоғарысында ағашта 10 сан ілініп тұр, бірден 10-ға дейінгі сандар. Және неше шар ілінген? Балалардың жоғарысындағы ағашта бір жағында 3 шар, екінші жағында 3 шар, яғни жалпы 6 шар ілінген. Ал жоғарыда неше сан ілініп тұр дегенде, бірден 10-ға дейінгі сандар, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 деген сан ілініп тұр. Неше бала бар суретте балалар? 6 бала бар, Екінші тапсырмамыз: нүктелер мен саусақтар қандай сандарды көрсетіп тұр? Осы сандардың жазылуын карточкалардан көрсет. Сандарды тура және кері ретпен ата. Ең бірінші суретте 1 деген нүкте берілген, 1 саусақты көрсетіп тұр. Екінші суретімізде 2 нүкте берілген, 2 саусақты көрсетіп тұр. Үшінші суретте 3 нүкте берілген, 3 саусақты көрсетіп тұр. Төртінші суретте 4 нүкте, 4 саусақ. Бесінші суретте 5 нүкте, 5 саусақ көрсетілген. Алтыншы суретте 6 қара нүкте және де 6 саусақ берілген. Жетінші суретте 7 нүкте, 7 саусақ көрсетіп тұр. Сегізінші суретте 8 нүкте, 8 саусақ. Тоғызыншы суретте 9 нүкте және 9 саусақты көрсетіп тұр. Ал 10-шы суретте 10 саусағымыз және 10 суретті көрсетіп тұр. Балалар, есімізде сақтаймыз. Цифр дегеніміз санды жазуға арналған таңба. Ал сан санауды немесе өлшеудің нәтижесі. Бір затты жасыр. Ол реті бойынша нешінші тұрғанын досыңа айт. Ең бірінші тапсырмасын орындайтын болсақ, аю нешінші тұр балалар? Аю бірінші тұр, Қызыл машина нешінші тұр? Қызыл машина үшінші тұр. Ал енді тапсырмасын орындайтын болсақ, ала доп нешінші тұр балалар? Бірінші тұр, Ал ұшақ нешінші тұр? Екінші тұр. Төртінші тапсырмамыз: заттарды сана, олардың санын карточкалардан көрсет. Ең бірінші суретте не көрсетілген балалар? Кубик көрсетілген, Сонымен бір санын кубикпен бірге сәйкестендіреміз. Осылайша екінші суретте 4, яғни кубик, 2 доп, қонжық көрсетілген аю, 4 санымен сәйкестендіреміз. Ал үшінші суретімізде 3 зат көрсетілген: доп, аю және кубик, 3 санымен сәйкестендіреміз. Балалар. Енді 5 санымен сәйкестендіреміз. Ол жерде кубик, ұшақ, 2 доп және де аю. Бұл жерде 5 зат берілген, 5 санымен сәйкестендіреміз. Ең соңғысында кубик пен аю берілген, бұны 2 санымен сәйкестендіреміз. Балалар, осылайша менің каналымнан сіздер әліппе, математика, жаратылыстану, осы секілді пәндеріңіздің жауаптарын көре аласыздар, Балалар, каналымызға тіркелеміз және де лайк басуды ұмытпаймыз. Сау болыңыздар балалар.